Номерларыңызды бізге бересіз бе? Бізде алдын ала көпбалалы аналарда жағдайлар жасалмай жатыр. Мына мүгедек ана. Мен 10 балалы ардақты анамын. Уже деген мына есікті тоздырғаныма 2016 жылдан бері мен мысалда 416 болып 2017 жылы жазылған Баталов мырзаның әлде бір приемына кіре алмай жүрмін. Айман. Мен 2 ай бұрын жазылдым. Осы несіне әлі кіре алмай жүрмін, мінекей бүгін тағы келдік. Не принимает, да, Аким? Өзге мәселе біздің нақты мәселеміз көпбалалы аналардың жаңа үй, баспана, сосын атаулы әлеуметтік көмек аламай жылап отырған нағыз мұқтаж аналар бар. Ауылда да, қалада да. Осы мәселені шешіп беруге біз келеміз қайта-қайта. Шешпейді, жоқ қабылдамайды. Өткенде зам Аким қабылдады. Абуталиев, Ахан Сері, Ахан. Я міне сентябрьде шешілетін мәселелеріңіз деді, әлі шешілген жоқ. Уже сентябрь қазір қайсай міне. Октябрь, міне 2 айдан бері шыққанда біз не аламай отырмыз. Мен өзім мысалы 10 балалы ардақты анамын, күйеуім 2-ші топ мүгедек. Олай істеуге болмайды ғой. Қашанға дейін бізде көпбалалы аналарды алдап келеді уже. Басумен келеді. Басында февральда біз шықтық, неге бәріміз жиналып осы мәселені көтеріп. Неге мысалда 18 жасқа дейін 4 баладан жоғары қарай пособие шығады деп жатыр жаңа жылда. 1 бала, 2 бала, 3 бала туған аналар не ана емес па, олардың баласы неге саналмайды. Осы мәселені да жалғыз басты аналар бар, мүгедек баласы бар аналар бар, который үйсіз, күйсіз қараңғы жерде отыр да, біреу мысалы қорада отыр, шыны керек біздің ауылда. Мен оны бәрін басып келем. Енді біз басыламаймыз мысалы. Неге бізді өтірік алдайды? Почему? Енді түсінбеймін. Айман, өзіңде бір ауыз сөз айтса өз жағдайыңды. Енді мен өзім 2-ші топ мүгедекпін, мен де сол аналардың қамымен жүгіріп жүрмін. Ешқандай көмек жоқ. Міне АСП 6 ай алдым, енді прописка деп соған жабысып енді олында жоқ. АСПсыз отырмын. Нақты түсірші. Пускай аналардың мына тіркеуін сұрамасын. Біз Қазақстан азаматымыз қай жерде тұрса да бүкіл республика бойынша аналарымызды мазаламай, солардың мәселесін шешсін. Қалаға барсақ, ауылға бар дейді. Ауылға барса сен қалада тұрсың, қаладан алуың керек деп. Мен мысалы сандалып жүрмін да. Мен осындай нуждающийдің тізімінде тұрмын. Үйім аварийный ситуация, кеше менің қыздарым уланып да, скорый шақыртып больницаға алып кетті мысалы да. Әлі күнге дейін біз көмек аламай жүрміз. Не деген ол енді әділдік деген жоқ қой. Фейсбуктан оқимыз, Инстаграмда оқимыз. Мынандай көрсетеді, ойбай жақсылық жасап жатыр, көмек. Честно, по-честному әділдік жоқ бізде. Ешқандай көмек алып жатқан жоқпыз. Рахмет.